Auna auna bir kelin Oyadan uçtum Kataydı kanat yerteri Asығып алда Бақытым күтіп тұрғандай Армандар асқақ Қиялдар қилы жетеле Қаланың мынау Тамаша сайран сауығы Жолдарым жуған Нөсерлі жылы жауыны Бәрі де ғажап Сағынған кезде бірақта Аңсарым ауып Іздедім сені ауылым аңсадым Әппақ таңыңды тұнық кешіңді Алма бағыңды өзіңе барып Қуып сағымды іздеймін бала Балғын шағымды Достармен бірге саялап саябақтарын Шаттыққа толы өткізіп қызық шақтарын Жадырап жайнап өтсе де жарқын күндерім Ауылды аңсап жаныма сая таппадым Ауылым аңсадым әппақ таңыңды тұнық кешіңді Алма бағыңды өзіңе барып Қуып сағымды іздеймін бала Балғын шағымды Жауап жоқ сансыз сұраққа Өзімді іздеп кеттім ауылдан жыраққа Ғашық болсам да қаланың айлы кешіне Ауылға туған жетпейді екен бірақта Ауылым аңсадым әппақ таңыңды тұнық кешіңді Алма бағыңды өзіңе барып Қуып сағымды іздеймін бала Балғын шағымды ауылым аңсадым әппақ таңыңды тұнық кешіңді Алма бағыңды өзіңе барып Қуып сағымды іздеймін бала Балғын шағымды Қуамайсың, мен жүрмін ғой. Тимоға, сен мен қолымнан алсаң Тимоға маған бересің кел. Аликош, бер келсе. Аликош, мен қолымнан ұстан. Екеуің мен қолымнан ұстанды. Ата, мен де Ой,
Olmamay su kıyın. Hayır, bakın tutalım. Nasıl? Al gel. Zoom'uңuz bir тексеріп алдым, қойларға дейін түсіріп алдым. Өшірмедім пока. Кірпіш сияқты. Тастадан бөліп қалсаң, бөліп. Түп-түз ғой бәрі. Көрдіңіз ба? Я үстіндегі саласың, соға таңға алма меше. Иди бай бөлінеді байдан. Наңға. Ау. Етігі ыңғайсыз болып отыр ол. Ручной зеле сияқты деймін де. Шесің бе? Шесің бе? Сол қайсын арқалап түсейін? Қаудан арқалап түсейін. Жоқ, өздері. Арқалап түсейін, зой ғой. Арқалап түсейін. Ол бастаса Жоқ, аяқта көп қой өте. Жоқ, бағыңыз алғыңыз. Ол тұяқтан, қасын жұмсақ мұн. Bir koş. Қимылдамай тұратын да, мен түсіріп алатын. Қимылдамай тұр алып. Табиғи жәдігер алып кетсем ешнәрсе жағмайша дейсің? Ау. Табиғи жәдігер алып кетсем болмайша дейсің? Алып кет. Басқа şey değil. Bunlar? Yok. Sıramaya yapalım. Бұл жерде 50 жылдары үлкен бұлақ болады екен, қалың қамыс болады екен. Хрущевтің кезінде динамитпен жарып, мына Победа колхозына, қазір ана Көксеректегі тойхананың қарсысындағы қораның осы жердің тасынан салған екен. Кейін осыдан біраз жыл бұрын осы жерде осында Майбұлақ ауылының жігіттері ұйымдасып, нердің бәрін абаттандырды. Ана жаққа жолбарыстың мүсіндерін қойды. Осы жердегі жаңағы неден қалың қамыста жолбарыс болады екен баяғыда. Адам көремейді, соңғы жолбарысты 36 жылдар көрді осы жерде. Оның арғы заманда жолбарысқа көрші қырдың ар жағында Кеңсарт деген ауыл бар, сол жерде Бекасыл бабамыз тұрған. Сол кісі Құран дұғасын оқып жібереді екен де, кіріп кетеді екен. Жаңағы қорықпастан. Сондай аңыз бар. Соны бүгін көруге кеп тұрмыз. Мына жерде қараңыз, ерекше ана қырдың өзі, тастардың өзі ерекше. Қараңыздар. Қолмен қалаған секілді. Ал. Видео түсіріп жатырмын. Тура кірпіш сияқты. О, қараңыздар. Мына жағы мынау сайрамшың, анау тұрғанын. Сайрамшың арғарап Сәлбіліге қарай кетеді. Мынау жағы Майбұлақ ауылының Жетада деген бөлімі.